Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сауат ашу сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы мен және табиғат, ғ дыбысы мен әрпі. Сабақтың мақсаты әріпті тану, ажырату және оны дыбыспен сәйкестендіру. Сөздің буыннан тұратынын түсіну және сөздегі буын санын анықтау. Балалар, мен сендерге жұмбақ жасырғым келіп тұр. Ал кәнекей, сол жұмбақтың шешімін тауып көрейік. Зымыран мен аспанға ұшады, жұлдыздарды зерттейді. Кәне ойланайық балалар, ол кім екен балалар? Әрине, ғарышкерлер, сендер дұрыс таптыңдар. Ғарышкерлер келер жылдың 12 сәуірінде адам баласы ғарышқа ұшқанына 60 жыл толады екен. Қазақ жерінен, қазақ елінен алғаш ғарышқа ұшқан Тоқтар Әбубәкіров, Талғат Мұсабаев, Айдын Айымбетов ұшқан. Ғарышкерлер ғарышқа ұшып, зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Олай болса балалар, ғарышкерлер жайлы есімізде сақтайық. Келесі жұмбағым, ұқсайды өзі шалғыға, елестет көз алдыңа. Кәне ойланып табайық, болады екен қай әріп. Кәнекей балалар ойланып көрейікші. Жарайсыңдар балалар, тағы да дұрыс тапты деген ойдамын. Жауабы ғ әрпі екен. Балалар, ғ әрпі қайсы үйшікке орналасқан деп ойлайсыңдар? Әрине, көк үйшікке орналасқан. Себебі ғ дыбысы дауыссыз дыбыс. Балалар, мына суретке мұқият қарайық. Суреттегі заттарды атап, оларды дыбыс сызбасымен толықтырайық. Кәнекей, іске сәт. Кәнекей балалар, енді жауаптарымызды бірге тексерейік. Суреттегі заттарды бірге атап шығайық. Оларды дыбыс тызбасымен толықтырғаныңызды тексеріп шығыңдар. Ал кәнекей балалар, оқимыз: таға, ғарышкер, ғарыш, сағат. Суреттегі заттарды атап шықтық. Дыбыс сызбасымен дұрыс толықтырды деген ойдамын. Ал кәнекей балалар, осы сөздегі буынға бөліп көрейікші. Таға неше буын екен балалар? 2 буын. Дұрыс айтасыңдар, 2 буын екен. Ғ дыбысы сөздің қайсы бөлігінде кездеседі? Ғ дыбысы сөздің 2-ші бөлігінде кездеседі. Ғарышкер. Неше буын екен? Балалар, 3 буын екен, дұрыс. Ғ дыбысы сөздің қай бөлігінде кездеседі екен? Ғ дыбысы сөздің 1-ші бөлігінде кездеседі екен. Дұрыс айтасыңдар балалар. Ғарыш. Неше буын екен? 2 буын екен. Ғ дыбысы сөздің қай бөлігінде кездеседі екен? Ғ дыбысы сөздің 1-ші бөлігінде кездеседі екен. Енді сағат сөзін буынға бөліп көрейік. Сағат. Сағат сөзі неше буын екен балалар? 2 буын екен. Дұрыс айтасыңдар. Ғ дыбысы сөздің қай бөлігінде кездеседі екен? Ғ дыбысы сөздің 2-ші бөлігінде кездеседі екен. Сендер дұрыс орындады деген ойдамын. Ал балалар, ғ дыбысы қандай дыбыс екен? Ғ дыбысы дауыссыз дыбыс екен. Сөздің басында, ортасында келеді екен. Ал ғ дыбысы сөздің соңында жазылмайды. Осы ережені есімізде сақтайық. Ал балалар, жаңылтпашты жаңылмай оқиық. Бірінші мен сендерге оқып берейін. Соң бірге қайталаймыз. Кәнекей тыңдаңыздар. Торғай тоғайды ұнатады. Тоғай торғайды ұнатады. Ал балалар, бірге айтып көрейік. Торғай тоғайды ұнатады. Тоғай торғайды ұнатады. Жарайсыңдар балалар. Мүлтікпей, жаңылмай жаңылтпашты оқыды деген ойдамын. Балалар, дәптерімізді ашып, ғ дыбысының қалай жазылуын үйренейік. Ғ дыбысының әріп таңбасы баспа және жазба түрі. Балалар,
Г дыбысының жазылу емнесін есімізге түсірейік. Г әрпін жазуды үйренейік. Мұқият тыңда. Олар бас әріп және кіші әріпке бөлінеді. Үлкен жолдың ортасына сәл төмен қарай түзу сызып, жазу жолының төменгі сызығына тигізе солға қарай доға жасаймыз. Алғашқы түзудің сол жағын ала, оңға қарай доға жасап, үлкен жолдың ортасында оңға қарай түзу тартып қалпақша кигіземіз. Жазу жолының үстіңгі жолын бастыра, солдан оңға қарай белбеу жасаймыз. Г әрпінің кіші әрпін жазу жолының ортасына қаламыңды қой. Оңға тарта жолдың үстіңгі сызығына тигізе доға сызықты иіп, көлбей түзу жүргіземіз. Астыңғы сызыққа тигізе иіп, доға сызып ілгек жасаймыз. Жазу жолының ортасына тарта көлбеу сызықты қия, солдан оңға қарай белбеу жасаймыз. Балалар әдемі, көркем жазады деген ойдамын. Олай болса, ойын ойнайық. Қай құс нені ұнатады, ойынын ойнайық. Суретке мұқият қарайық. Суретте бірінші жағында шағала, қарға, қарлығаш, ал екінші жағында жәндіктер, ірімшік, балық бейнеленген. Шағала нені ұнатады екен, балалар? Қарға нені ұнатады екен? Ал қарлығаш ше? Енді жауаптарымызды бірге сәйкестендірейік. Шағала балықты ұнатады екен, қарға ірімшікті ұнатады екен, ал қарлығаш жәндіктерді ұнатады екен. Жауаптарымыз тура болды деген ойдамын. Балалар, бүгінгі сабағымызды қорытатын болсақ, Г дыбысы дауыссыз дыбыс. Әріп дыбыстың жазбаша таңбасы. Әріпті көресің және жазасың. Балалар, өз-өзімізді бағалайық. 5 саусақ әдісін қолданамыз. Өзіңді өзің бағала. Әр дұрыс жауабыңды саусақпенен санап шық. Г әрпін танимын, дыбыстай аламын. Г әрпін жаза аламын. Г әрпі бар сөзді оқи аламын. Сөздегі дыбыс түрлерін ажырата аламын. Сөздегі буын санын анықтай аламын. Балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Қош сау болыңдар.